сәлем қыздар, мен сіздермен бүгін өте жұмсақ әрі майда қоруды қажет етпейтін пеште пісетін бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Одан соң ыдысымызға 1 стақан жылы сүтімізді, үстіне 1 стақан жылы суымызды құямыз. Одан соң 1 шай қасық тұзымызды, одан кейін 1 шай қасық қантымызды саламыз. Одан соң үстіне сұйық майымызды құямыз. Қамыр өте жұмсақ болу үшін сұйық май қолданамын. Және де үстіне аштығымызды салып, електен өткізілген ұнымызды салып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Одан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған соң бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң оның бетін ашып, өзімізге керекті формада бөлікке бөліп аламыз. Мен осылай бөлікке бөлдім. Одан соң противенге салып қойдым. Тағы да бір 10 минутке қойып қойдым, бетін жауып. Оған дейін ішіндегі салмасы картопымызды суда пісіріп алдым. Мен алдымен оның үстіне тұз қосып, осылай езіп аламыз. Одан соң жаңа көтерілген қамырымызды ақырындап ұн сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Одан соң ішіне жаңағы картопымызды, салмамызды салып, бүктейміз. Одан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын бір келкетіп барлығына жағып шығамыз. Одан соң оны қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Менде осындай өте жұмсақ әрі үлкен бәліштер шықты. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен болған Ануар қызы Ханшайымның асханасы.